Ал енді біз негізгі апаммен мен 20 жылға жуық бірге тұрам, бірге жүреміз, апам екеуміз. Біздің үйде болады апам. Апамның қызы жоқ. Апамның жалғыз ұлы бар. Апам негізі Қызылорданың тумасы, кіші жүздің әлімдері. Апамның ата-аналары баяғы Ақтабан шұбырынды кезінде бабаларым кәпірге құл болғанша мұсылманға құл болайын деп ел асып, ауған асып кеткен екенді. Сояқта апам дүниеге келген. 5 жасынан білім алған. О кезде Афганистанның заңы 12 жасында күйеуге шыққан. Бір отбасында 2-3 әйел болған. Қазір Құдайға шүкір бізде жақсы ғой, бір еркекке еге бола алмай жатырмыз. Апам 3 әйел бір еркекке болған ғой. Өмір тәрбиелеген апамды, дайындаған. Осында бір әдемі неге. Апам Құранды жаттаған адам. Қазір апама Құран қызмет жасайды. Апаммен бірнеше уақыт неде болдық, Мәдинада болдық, Меккеде болдық. Сосын апам айтты, бұны Қазақстанда жерін көрсем, қазақтың елін көрсем қандай екен деп. Соныменен біз апамды біраз жерді аралаттық қаланы. Арман Бердалин деген жігіт бар қазақта, жақсы ақын жігіт. Сол айтты, апамен бар батасын алайын апамның деп. Сосын келе ғой айналайын деп сөйтсек, апа мен өзім алғанда не болады, еліме келсін апам. Елімен нұрын шашып кетсін. Келіп ел батасынасын апамды қонақып шақырдық деп. Сонымен бүкіл Көкшетауға. Сөйтіп біраз солтүстіктің бәрін аралатты сол Арманжан. Сонда осында жиындарда болдық, үлкен жиындарда болдық, апалар болды, жас келіндер болды. Соның ішінде біздің байқағанымыз 70-ге екен біздің орта жасар жасымыз. Көп апаларымыз 70-ге толған. Сон көбісі жаңа қажылыққа барасыз ба, жүріңіздер, қыдырамыз, өйтеміз, бүйтеміз десек жоқ дейді. Бір уыс дәрісі бар, бір пакет. Өзім сырым өзіме мәлім ғой дейді, мен жарамайым дейді. Енді Құда қаласа осы балалардың алдында Аллаға аманат жанымыз тапсырсақ болды деп отқан қаншама адамдар бар екен. Ал енді сол нәрсеге үйге келгесін ойландырып, біз енді білім алып жүргеннен кейін ғалымдардан сұрап іздестірсек, көп ғалымдардың шығармасында Алла Тағала әйелге 70-ге келгенде даналық береді екен. Ал енді сол даналықты білмей біз көбіміз балалыққа кетіп жатады екенбіз да. Мынау қазақта жылқы баққан жігіттер болса жақсы біледі ғой. 3 үйірге шейін жылқыны айғыр басқарады екен да. 4-ші үйірге келгенде бие басқарып кетеді екен бие, жылқыларды. Сол сияқты бізде де мықты азаматтың артында ең мықты анасы болған, не болмаса мықты келіншегі болған да. Сондай қазақ екенбіз біз. Мына апам енді Орта Азияда жоқ апа, былайынша келгенде. 100-ге таяқ тастам уақыт қана қалып тұр. Бірақ апам өткенде сол қажылықтан келгеннен кейін қатты ауырып қалды. Сонда менің таң қалғаным, менің шалым жылайды да, жаңа жылай жіберді ғой. Апаны 18 қажылық умра жасатты, 8. 15 мешіт Алматыда қатым түсірді апаның денсаулығына. Сонда анау Астанада Қанат имам звондайды да, Құралай апай қараңызшы, Алланың тағдыры халықтың кәләмінде екен ғой дейді. Алла халыққа керек болды, апам тастап кетті дейді. Сондай апамыз бұл, сіздерде Алла сездіріп құрметтеп жатсыздар, келіп жатсыздар, көріп жатсыздар. Бұның барлығы шынымен Алланыкі. Сіздердің жүректеріңізге салды, Алла Тағала келдіңіздер. Біреулеріңіз әке-шешеңіз, шешелеріңіз көргенде жылап жатсыздар. Бұл апа сіздерге Құдайды есіне түсіріп жатыр ғой. Құдайды еске түсіріп жатыр. Апам Құранды жаттап, Құранмен жүретін адам. Айтып жатырмын ғой, 15 жылдан астам апаммен біргемін. Апаға қыз болғанмын. Апаны көбі біздің үйде жүреді. Сонда мен байқаймын да апамның тақуалығы, әшейін болып қалады біз оның қасында ше. Намаз оқығанда дәрет алғаны, дәреттен алып дірілдеп жай намазға отырғаны. Енді бұдан жастау кезінде кездестім ғой, енді қазір енді өзі де дірілдейді ғой. Соның өзінде дірілдейтін. Апа неге дірілдейсің десем, мен қазір Алланың алдында баратырмын ғой дейді. Намазға барғанда сондай бір дірілдеп отырып, Аллаға сондай бір құлшылық жасайтын. Түнде далаға шыққанда туалетке келгенде дәрет шүкір намаз оқиды ғой, түннің ішінде. Мен айтамын, қазір уже таң атады ғой, тахажжуд келеді. Қой бер дейді, оқи береді. Міне Алла Тағала қандай мықты берген иманды, имандылықты да. Жүрегі Аллаға байланған бұл кісінің. Бұл кісінің шында жүрген жері, берген дұғасы, бәрі қабыл ғой. Сапаржаннан өзі де біледі, көрді қажылықта. Көп адам дұға жасап, апам көп нәрсені айтып, содан қайшы адам қазір кеп қайтадан бат алып жатыр да. Бұл енді апамның әулиелігі емес, енді Құран ғой бұл жерде.
Құранды жаттап, Құранға қызмет жасады, енді апама Құран қызмет жасап жатыр да. Бүкіл халық былай алып жүр ғой. Бүкіл неге қажылыққа барғанда да Қырғызстанның бас муфтиі келіп, мен 3 күн болды осы апаны таппай жүргеніме дейді да. Сөйтіп кеп құшақтап, аяғын құшақтап жатыр да. Мен енді көрдім апаны деп. Әйтеуір бір түсінде көрдім ойбай деп біреу келіп жатады. Ойбай сіз мен түсімді бата беріп жатсыз деп біреулер келеді. Соның барлығы бекер емес та. Сондықтан да біз осы апаны алып жүріп, мынандай ой болды бізде, Қарекең екеумізде. Ай, мынау апа сияқты апалар неге дайындамасқа? 70-тен кейін өліңдер деген бұйрық келген жоқ қалада негізінде. Біздің ниетімізге де байланысты шығар сол нәрсе. Деген ойменен апамды алып жүріп, елге аралатып жүргеніміз, біреулер бүйтіп ойлауы мүмкін. Мына апаның өкпесін сүртіп өлтіре ме, мыналар қайға апарады деп. Ондай да адамдар бар да. Бір адамдар машаллах деп қуанып қалады. Біз үшін бәрібір бірақ барған жерде апамның нұры қалсын деген біздегі мақсатта. Өйткені Алла Тағала дайындады да бұл кісіні осындай жағдайға. Сонда шетелге апарды, ояқта туылды. Жаңа бір отбасында 3 әйел болды. Олармен бірге өмір сүріп ойлаңыздаршы, мысалы 3 әйелдің баласы, бір еркек. Соның бәріне қызмет жасап, апа, бірақ сол отбасының кәсіпкері болған да. Бұл апа өз түнімен киім тігеді, ана қасында күндестерімен киім тігеді, бұл апа апарып Мәдинаның алдында лавкасы болған кішкентай. Сол жерде киім сатқан. Біз алып шыққанда барып жүргенде жаңағы аналардан бұрын ақшасын есептеп айтып қояды. Олар машаллах деп айтады. Сонда қай уақытта тұрдыңыз дегенде, қай корольдің тұсында, қандай корольдің тұсында мемлекетте қандай жағдайлар бар, соны бәрін айтады оларға. Аналар дегенше шок болады ғой. Машалла, өздері білмейді екен сонда корольдердің өздерінің ше. Міне сондай өте білімді адам. Әлі жасы ұлғайып кетсе де қажымаған. Сөзі, дауысы, қазір Құран оқыса көресіздер, көріп жүрсіздер ғой енді. Кәдімгі бұлбұл ғой, бұлбұл. Сайрап тұр ғой. Машаллах, енді Алла тіл көзден сақтасын. Сол апаларымыз осы сияқты апа болуды көрсе екен, Құранның не екенін білсе екен, мешітке барса екен, балаларына дұға жасасын. Бауыржан Момышұлы атамыз айтады ғой, қай елдің қариялары қадірсіз қалса, жас балалар қадірсіз қалса, ол ел құрдымға кетті дейді екен ғой. Біздің қарияларымыз осындай бір қадірлі болса екен, қариялық жасқа жетіп, батаның не екенін білсе екен, батаның рөл ойнайды ма, ол не үшін біздің қазақ бата берген, осы нәрсені біз көрсетіп апамды алып жүрген негізіміз осы.